Қайырлы күн достар, пайдалы арна каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ECP алудың қарапайым және ең оңай тәсілін көрсетемін. Бұл ECP-ның компьютерден алынған ECP-дан ешқандай айырмашылығы жоқ. eGov Mobile телефондағы қосымшасынан алынған ECP-ны WhatsApp-қа қалай жіберу керектігін, немесе электрондық почтаға жіберіп сақтап алудың ең оңай тәсілдерін көрсетемін. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен eGov Mobile қосымшасына кіреміз. Осы жерден вход и регистрация деген жоғарғы үстідегіні басамыз. Егер сізде бұрын соңды ECP-іңіз болмаса eGov Mobile қосымшасында, онда выпустит новые деп жаңадан шығарамыз. Войти деп басамыз. Кішкене загрузкадан кейін кіруі керек. Осы жерге телефон номерімізді жазамыз. eGov сайтына тіркелген телефон номерімізді жазамыз. Осы жерде бізге SMS келеді. Енгіземіз. Және начать деген кнопканы басып, видео проверканы бастаймыз. Видео проверка өткеннен кейін разрешить деп басамыз. Бұл жерден көздің суретін басқанда автоматты түрде құрастырылған парольді көруге болады. Есте сақтауға қиын болғандықтан мен стандартты парольді құрастырып жатырмын. Өзгертіп жатырмын. Пароль құрастырудың қандай шарттары бар екенін осы жерден көруге болады. Енді есте тез сақталатын 4 таңбалы цифраны қайталаймыз. Face ID-ді өтуге болады. Енді жаңаға профиль My ECP деген жерден кіріп қараймыз. Міне осы жерде ECP-мыз тұр. Срогы жазылған қай уақытқа дейін. Енді осы ECP-ны WhatsApp арқылы немесе почта арқылы жіберуге болады. Ол үшін біз жаңағы eGov Mobile қосымшасынан шығамыз. Телефонымыздағы файлы деген папканы тауып аламыз. Осыған кіреміз. Бұл жерде eGov деген папка болу керек. Егер жоқ болса, поискқа ағылшынша әріппен. Міне eGov деп шықты. eGov Mobile деп осы папканың ішіне кіреміз. Жаңағы алған 2 ECP-іміз, қол қоятын және eGov сайтына кіретін ECP-іміз осы жерде тұр. Біріншісін жіберіп аламыз. Астыдағы стрелканы басамыз. ECP-ларды WhatsApp номерге де жіберуге болады, немесе почтаға да жіберуге болады. Кімге жібергіңіз келеді, осы жерден үстіден WhatsApp-тан таңдап аласыз. Өз-өзіңізге жіберсеңіз де болады, сақтап қоюға болады. Артқа қайтамыз. Екінші файл. eGov Mobile телефондағы қосымшасынан алынған ECP-ны компьютерге жіберіп, eGov сайтына да кіріп жұмыс жасай беруге болады. Видеоның описаниясында қосымша тағы да қандай әдістермен ECP алуға болатынына ссылкалар қалдырдым. Ақпарат сізге пайдалы болса мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет.